Саламатсыңдар ма балалар? Біздің бүгінгі математика пәнінен өтетін тақырыбымыз фигуралардың орналасуы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты заттардың орналасуын, бағыттарын және арақашықтықтарын анықтайтын терминдерді қолдану, заттардың орнын оң жақ, сол жақ, жоғары, төмен, ортасында, алдында, артында және ішінде, сыртында терминдерінің негізінде анықтаймыз. Оқулыққа назар аударайық. Фигуралар қалай орналасқан? Үшбұрыштың сол жағында және оң жағында қандай фигуралар орналасқан? Үшбұрыштың оң жағында дөңгелек, сол жағында тік төртбұрыш орналасқан. Үшбұрыш шаршы тік төртбұрышты мына ретпен сыз. Ортада қызыл үшбұрыш, жоғарыда үлкен шаршы, ал төменде кіші тік төртбұрыш. Оң жақта кіші дөңгелек, сол жақта үлкен дөңгелек. Оқулықтағы орындап көр айдарына назар аударайық. Суреттегідей фигуралар сыз және оларды қиып ал. Фигураларды әр түрлі тәсілмен бұрып, бір-бірімен сәйкестендіріп көр. Қандай үш фигурадан бір тік төртбұрыш құрастыруға болады? Олай болса, балалар, тапсырманы орындап көрейік. Қандай үш фигурадан бір тік төртбұрыш құрастыруға болады деген сұраққа, балалар, біз жауап береміз. Бірінші, үшінші нөмірлі фигураны аламыз. Мінекей балалар. Енді бесінші нөмірлі фигураны алып, үштің жанына орналастырамыз. Мінекей балалар. Енді төртінші нөмірлі фигураны алып, айландырып, жоғары жағына орналастырамыз. Мінекей балалар, қандай фигура шықты? Тік төртбұрыш шықты. Қарама-қарсы қабырғасы бір-біріне тең болатын фигураны біз тік төртбұрыш деп атаймыз. Жарайсыңдар, керемет. Ал балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Үйлер қандай фигуралардан жасалған? А нұсқасындағы үй тік төртбұрыш, жартылай дөңгелек, шаршы және үшбұрыштан жасалған. Ә нұсқасындағы үйіміз үшбұрыштан және төртбұрыштан жасалған. Б нұсқасындағы үйіміз үшбұрыш, тік төртбұрыш, жартылай дөңгелек фигурасынан жасалған. Келесі тапсырмаға назар аударамыз, балалар. Үшбұрыштардың жасалған фигуралар. Әрбір фигурада қанша үшбұрыш бар? Осы фигураларды құрастыр. Ол үшін шаршыны сыз да қиып ал. Оны үшбұрыш шығатында етіп бүкте. Алынған үшбұрышты тең екіге бүкте. Бүктеу сызықтары бойынша кішкентай үшбұрыштар қиып ал. Ал енді балалар, біз тапсырманы орындап көрейік. Мына менің қолымда, балалар, шаршы. Осыны теңдей бүктейміз. Және теңдей екіге бөліп, үшбұрыш жасап аламыз. Мінекей, жасадық. Осылай оқулықтағы берілген 6 фигураның ішіндегі ұшақты жасаймыз. Ал, балдар, бастаймыз. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші фигурамыз кетті, балалар, үшбұрышымыз. Бесінші және алтыншы үшбұрышымыз кетті. Жетінші және сегізінші. Мінекей, 8 үшбұрыштан біз ұшақты жасадық. Жарайсыңдар, тамаша. Жұмбақтар. Бірінші жұмбақ.
шуақ шашқан күнге ұқсаймын көбірек, менің атым дөңгелек. Жарайсыңдар. Барлық шатыр ұқсайды тек өзіме, бірден білер құлақ асқан сөзіме. Үш бұрыш. Жарайсыңдар балалар. Келесі жұмбағымыз: теледидар таныс екен баршаға, ал пішіні ұқсайды ғой шаршыға. Жарайсыңдар. Шаршы жұмбақтың шешуі. Пішіндер жасау деп аталатын шағын бейне материалға назар аударайық. Балақай, қандай пішін жасаймыз? Қолдарыңды дайындаңдар. Үш бұрыш жасап көрейік. Үш бұрыш. Үш бұрыш жасаймыз. Үш бұрыш. Үш бұрыш жасаймыз. Үш бұрыш. Үш бұрыш іздейміз. Үш бұрыш. Үш бұрыш іздейміз. Үш бұрышты таба аласың ба? Дайынсың ба? Кеттік! Енді тік төрт бұрыш жасап көрейік. Төрт бұрыш. Тік төрт бұрыш жасаймыз. Төрт бұрыш. Тік төрт бұрыш жасаймыз. Төрт бұрыш. Тік төрт бұрыш іздейміз. Төрт бұрыш. Тік төрт бұрыш іздейміз. Тік төрт бұрышты таба аласың ба? Дайынсың ба? Кеттік! Тік төрт бұрыш жұлдыз жасау бақша. Үш бұрыш тік төрт бұрыш жұлдыз жасау бақша. Үш бұрыш тік төрт бұрыш жұлдыз жасау бақша. Үш бұрыш. Балалар, біздің бүгінгі тақырыпқа байланысты ағаштан қандай фигуралар көріп тұрсыңдар? Дұрыс. Шаршы, шеңбер, тік төрт бұрыш, дөңгелек фигурасын көріп тұрмыз. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабаққа қатысып, ат салысқандарыңа көп-көп рахмет. Қош сау болыңдар.